лайк, подписка, қолдап кетіңіздер. Бірақ Асхаттың голын көріп мен тамсандым. Әкімге жауап берген сәтте, как будто 20 миллион айлық алады дегенге ше. Олар Жақсыбаев деген кесірінен школ кірді ғой. Ойлаймын соның кришасы кім екен деп ше. Мама мен папаға жылап тұрып, әперлер маған осы формасын деп. Реалсыз Барселона бір түрлі болып қалады. Ла Лигада екінші орынды күтемін. Что-то Реал биыл мен үшін андай болып тұр. Бір секретный коробка болып тұр да. Ешқандай студия емес, ешқандай камера емес, айфонмен түсіріп жатырмыз. Екі камера тұр мына жерде. И бізде спонсор Leon Barbershop. Leon Barbershop болмаса бізде студияда болмайды. И подкастта болмайтын еді. Сол, рахмет Leon Barbershopқа, саған да рахмет. Ассалаумағалейкум құрметті достар. Сіздермен тағы неге офсайд? Мен Заир, бізде қонақта Сержан братан. Қалай жағдай? Қош келдіңіз подкастқа. Рахмет, қош көрдік. Ал формадан білініп тұрса керек, неден әңгіме болатын. Көрініп тұр. Сол, бірінші Барселонаға өтпей тұрып, кішкене неден бастайық, Ордабасыдан. Сен де Ордабасының жанкүйері шығарсың, иә? Иә, жанкүйерімін. Сол, кішкене пікіріңді айтсың, биылғы Ордабасы не болып жатыр? Биылғы Ордабасы өте нашар. Селекцияны вообще айта алмаймын. Легионерлер өте нашар прям. Бұндай Ордабасының тарихында бұндай болмаған шығар. Кәдімгідей биыл Ордабасыны игроктар әжептәуір позор қылып жатыр. Бұрын соңды бұндай болмаған шығар. Мен өз ойым. Какой-то торпедо Кутайсиден өте алмағаннан кейін бұл білмеймін дальше не айтарым ше. Сонша гостях нормально 4-3 ойнап келді да, домаге вообще ойнай алмайды. Екінші тайм басалса банар красный алады. 10-ға 11 ойнап 90+6-та соғады да голды. Жарты тайм 45 минут 10-ға 11 ойнап вообще гол соғамады. Аблайхан Жұмабек дегендер не үшін алды мысалы? Ал мен сол ойында сенгенем, бірақ бірінші матчтан кейін ше. Бәріміз сендік енді оған. Жақсы ойнады ғой. Жақсы ойнаған гостях. Прям ұтып қояйын деді, соңғы минутта анау Олар Жақсыбаев деген кесірінен 3 гол кірді ғой. Мен өзім вообще жақтырмаймын Олар Жақсыбаевты. Еще он бағана ғана көрдім, Инстаграмнан сборныйға шақырыпты. Оны ма? Иә. Может, маған шығар оның ойыны енді. Ойлаймын соның кришасы кім екен деп ше, КФФ-да. Жоқ, может, ұнаватқан шығар, енді ол әңгіме білмеймін, енді олда криша бар ма жоқ па деген әңгіме. Қазір енді құрт жойылып жатыр дейді ғой ол әңгіме. Не істесек дамиды Ордабасы? Ордабасы не істесек дамиды? Мен ойлаймын, президент ауыстыру керек шығар. Президентті. Мартин жақсы тренер, бүкілін салып жатыр, легионерлер нашар просто. Мысалы, Наумец қандай жақсы игрок, Вакулка дегендер бар. Кім еді? Капитайна ма, сондай бір игроктар ортада жақсы ойнап жүрді олардың бәрі. Вот алдында мысалы торпедо Кутайсимен жақсы көрініп, ана Наумец деген левый вингер болмаған бар, не Ордабасының тарихынандай скоростной дриблингі бар, техникасы бар. Просто уақыт бермей жатыр Наумецке кішкене ше. А так былай жақсы ойнап жатыр. Сен бәрін ойын стадионнан көресің ба? Ордабасын? Иә, стадионнан. Всегда Ордабасын Шымкенттегілерін вообще қалдырмаймын ойында. Неде барсың ба? Техаста? Мен Техаста жоқпын. Бір рет келмей қойды Техас, Ордабасының матчтарына. Андайдан кейін мен де келмейтін. Мен соңғы матчына бармадым, бірақ мен де бармадым, Тобылмен ойынға. Тобылға бармадым, бірақ көрдім телефонда. Мен көрмедім де, бірақ Асхаттың голын көріп мен тамсандым. Әкімге жауап берген сәтте, как будто 20 миллион айлық алады дегенге ше. Мен 20 миллион алсам да 20 миллионды ақтаймын деген сияқты. Сол, Ордабасын жабайық та, енді Европаға өтейік. Европаға өтейік, өзіміздің Барселонаға. Не үшін Барселона? Мен алғашқы ойынын көргенде, қателеспесем 2015-2016-та кішкентайым ғой, футболды қатты шарт етпеймін, 7 жасымда ма. Сол бір рет Барселонаның ойынын көргем. Сөйтіп, ұнады ана Мессидің ойындары, ойбу, сол кездері. Қатты футболды қақпасақ та, енді футбол деп жүрген кезіміз ғой кішкентайынан. Сөйтіп, Барселона ұнап, ойын ұнап, былай паспен ойнағандары, енді бейт футбол қатысып келе жатқан кезіміз, сол тик-така енді жанып жатқан кез. Иә, қызық болып, Барселонаның фанаты болып, формасын алып, базарға мама мен папаға жылап тұрып, әперлер маған осы формасын деп. Неше жаста едің ол кезде? 7 жаста, 7-8 жаста, қателеспесем. Молодец. Бірақ особо бейт бұл кезде шарт етпейтін.
жүре беретін кішкентай балдар ұқсап Барселона деп Месси сила деп ше. Солай жүре беретін, сөйтіп кішкене өсіп футбол түсініп сөйтіп болеть етіп кеттік қой Барселонаға. Класста бүкіл Реалдың фанаты болады, бір өзің Барселона фанаты болады. Не, ол әдетте көп адам Реалдың фанаты ол. Біз ауылда, сыртта Эл Классико болатын күні бір үйге жиналамыз. Бүкіл ауыл футболды шарит ететіндер. 3 бала, 3 Барсада бұрышта отырамыз. Қалған бәрі Реал ғой. Сөйтіп, ол көп байқаймын мен, Реалдың фанаттары көп негізі. Көп. Неге сен, сол, қалай айтсам екен саған? Қалай сен жақтырып қалдың? Қайсың, мысалы, любой бір команданы алатын болсаң, осы бір матчтан кейін ұнатып қалды деген не бар да, болеть етеді. Саған сол бірінші матч қай есіңде қалған? Мен бірінші матч прям енді есімде жоқ. Бірақ Мессидің ойыны ұнайтын да маған. Месси, Суарес, Неймар үшеуін. Енді 2016-2017-тен бастап қырып келатты ғой бәрін, 2015-тен бастап. Содан кейін солардың ойындары ұнап, өзім соларға болеть етіп кеттім. Өзім вратар болып бастағам, кумирім Тер Штеген болған. Тер Штеген болып, сол Тер Штегенге жақтасып әйтеуір Барселона деп жүрдік қой. Мынандай сұрақ, көбісі айтатын сен енді. Сен үшін Реалдан мықты ма? Общий алғанда, иә. Мен үшін мықты. Так былайша алғанда ше? Былайша алғанда да мықты. Реально алғанда. Реально алғанда да мықты. Оны мойындау керек шығар. Бірақ мен Реал андай демеймін. Барселона қайда төмен демеймін. Болады. Қарсылас қой әйтеуір. Ең басты қарсыласы Реал Мадрид қой. 15 элчылары бар дегенде болмаса. Былай ойын бойынша. Бәрі соны тыға береді ғой, 15 бар бізде деп та, мысалы. Енді тықпағанда не істейді? Бізде мысалы 2 треблді тыға береміз ғой, сол сияқты да. Ертең олар требл алса, біз оларға не деп сөйлесеміз олармен. 15 элчі по факту алды, мойындау керек та. Айтатын нәрсе, мақтанатын нәрсе. Мысалы біз требл алдық. Былтыр кайфовать еттің. Ой, ішіп кеткен жоқсың ба деп ойлап. Тиктокта гүлдедік қой біз. Мен андай тиктокқа өзінше болып, енді ұтады деп ойладық қой Лига Чемпионовты. Ой, бұл не деген видеолар салып, болды, Барса требл алды, анай-мындай деп. Енді былай дейін, Реал фанаттардың бастарына қатты түшіп қойдың да, алдыңғы жылы менше. Прям. Енді болды өзі сондайға келді ғой, Реалдың ойыны да ше, мысалы, алдыңғы жылы. Ойын жоқ еді. Ойын жоқ, мысалы. Андай худший сезон деген Мбаппенің өзі золотой бут салып отыр да. Мен ойлаймын, Мбаппе болмаса Реал Мадрид алдыңғы сезонда қалай болатыны. Биыл не күтіп отырсың Барсада? Биыл біраз нәрсе күтіп отырық қой. Біраз нәрсе. Сеніміңді ақтай ма? Ақтайтын сияқты. Енді ақтамайды демейсің ғой, бәрібір өзің сүйікті команда болғаннан кейін бәрібір сенесің. Иә, сен фанат көзбен қарамада, сен реал көзбен қара. Фанаттық көзбен қарасаң, ол барлық кубокты ұтады любой команда. Ал сен мысалы бірінші ойынды көрдің Мальоркамен. Көрдім. Иә, содан кейін мысалы айта алатын шығарсың биылғы. Мен үшін, мен көзімше сол просто жалғастырып отыр, сол былтырғыдан ешқандай разница жоқ Барсаның ойыны. Дәл сондай атака болды. Сөйтіп жалғастырып отыр да, ештеңе өзгерген жоқ. Ал сен не деп ойлайсың? Биыл не требл ала ма? Или хотя бы Лига Чемпионов требл демей ақ қояйық енді. Лига Чемпионов керек қой қазір, басқа ешқандай кубок керек емес Барса. Иә, вот именно сондай болып тұр ғой. Не күтіп отырсың енді? Барселонадан главный Ла Лига емес, суперкубок емес, Кубок Карелия емес, главный Элч күтіп отырмын өз басым. Былай негізі состав жаман емес, алатындай, алдыңғы жылы көрдік қай жерге дейін бара алатын. Просто Интер ойында чуть-чуть опыт жетпей қалды. Балдар жас болды. Әйтпен бәрін салды, ұтып қойды ғой, почти айтқанда. Финалдан да қызық ойын болды мысалы. Білесің ба, сол Интерден кейін қандай сөз қалды? Қандай сөз қалды? 3 ай өтті ма Интердің матчынан кейін? Иә. 3 ай уақыт өтті де, әлі анау 3 минут өткен жоқ. Ассалаумағалейкум ба? Көрдің ба, анау 3 минут қалған еді ғой негізі. Иә, 3 минут қалған еді. Ол ойында андай просто опыт дегенде андай сәл жату керек еді да, ойбай аяғым, сол опытқа жатады ғой. ойбай басым деген сияқты. Аналар бәрі қасқыр білетін естеді, бұлар жас балдар. 5 минут қосылды. Барселона 90+2-де атакада жүрді. Ламин Ямал удар жасап, штангеге тигізіп жүр.
Сол кезде видеодан көріп қалдым тиктоктан, Педри маған бер допты теппе бер деп жатыр. Педридің ақылдылығы сонда да. Вот Ламин жастыққа салып теуіп қойды. Штанге тиді, дальше атакадан уже гол соғып кетті. Араухо туралы әңгіме жоқ. Әңгіме жоқ Араухоға. Кстати, Мартинес кетті. Орнына Араухо ойнайды енді биыл. Мен ойлаймын, Араухо емес, Кристенсенді ойнатқан дұрыс шығар. Мен Араухоға уже Араухо былай айтқанда сенімнен шығып қалды. Травмадан кейін. До травма, бірақ база жоқ ойнаған. Ол номер 1 защитник еді. 22-23-терде. Вот сол кезде прайм келеді Араухоның. Мен уже травмадан шыққаннан кейін. Ол қара, Араухоны, когда защитаға тұрып алады ғой барса. Білесің ба, Реалмен ойнағанда 5-2-де. Қызыл алды, Араухо жинап бәрін. Типа айтты, жігіттер артта ойнаймыз деген сияқты жинап сөйлесті. Сол кезде білесің ба, Араухо бір доп өткізген жоқ. Неге? Ол артта бүйтіп команда защитада ойнайды ғой. Араухо ол зор ойнайды сол кезде. Мен ойлаймын, сол анау линияда қап кетеді ол. Сонысы ең үлкен минус оған. Биыл енді үйрететін шығар оны да енді. Кімді Флик кімдерді ойнатпады ғой? Ферран ойнап кеткеннен кейін Араухо да ойнап кету керек қой. Ойнап кету керек негізінде. Бірақ білмеймін. Қатты сенемеймін. Алдында тиктоктан бір видеосын көріп қалдым. Мына офсайд ұстайтын кезде қисалаңдап жүр. Не істерімді білмеймін. Датаға құлап кететіндей кетіп бара жатыр да. Офсайдты дұрыс ұстай алмай линияны защитниктерге жете алмай қалып жатыр да. Ондай қалып кетіп жатыр. Вот уже ойнай алмайды сияқты. Скорее всего, Кристенсен дұрыс шығар деп ойлаймын өз басым. Ол да может. Қаншама опыты бар Кристенсенде мысалы. Мен ойлаймын, Гарсияны оң жақта ойнатып отыр ғой. Күндені ортаға алады ау деп ойлап отырмын негізі. Соған үйретіп отыр. Гарсияны ояққа үйретіп, күнден бияққа тартып, мына жақта Кубарси, мына жақта Балде болады ау деп ойлап отырмын. Мен ойламаймын. Күнденің атакаға үлесі зор ғой негізі правый защитада. Если оны центрға қойып қоятын болсаң, қап кететін сияқты. Гарсия Күнде сияқты ойнап бере алмайды. Күнде ол уже андай опыты бар да правый защитада. 1-2 жыл болды уже ойнап жатқан. Ямал екеуі бір-бірін жақсы. Ямал екеуі бір-бірін жақсы түсінеді. Екеуі связкасы жақсы, тез ойнап кетеді ше. Сол правый неде. Енді қара, сен 10 жыл болды ғой Барсаның ойынына көріп жатқаныңа. 10 жылдай болды. 10 жылда маған 3 голды айтып берші. Ең мықты гол сен үшін. Ең мықты гол ма? Топ 3. Барселона салған. Сен көрген факт. Тек анау көзіммен көрген. Сен анау тиктоктан көріп алған емес, өз көзіммен көрген. Анау динозавр кезіндегі ұрған голдар керек емес. Сен көзіңмен көрген ең 3 мықты голды айт. 10 жылдан бері. Негізі көп, бірақ енді былай айтайын, 3-ші орынға топ 3-тесіз ғой. 3-ші орынға қояйын Мессидің голын 2019-дағы Ливерпульге штрафнойдан. Топ 2-ге. Топ 2-ге біраз адам қазір осы голды айтсам қайт етуі мүмкін. Мен негізі менің андай кумир дейді ғой, мысалы, сіздің кумиріңіз кім? Кумир емес, жақсы көретін игрогым. Менікі де сол жақсы көретін игрогым, мысалы, Филиппе Каутиньо болған да. Филиппе Каутиньоның бір голы бар. Юнайтедке соққан. 16 сыртынан. Девятка, ДХ-ға ше. Вот соны мен топ 2-ге қоямын. Топ 1-ге тағы да хейт етуі мүмкін. Неймардың голын қоямын ПСЖ-ға, штрафнойдан соққан. Сол голды топ 1-ге қоямын өз басым. 6-1 ма? 6-1 болған кезде. Бірақ өтіп Ювентустан қадалып қалған дұрыс болмады. Ол мықты голдар, әрі важны голдар. Әрі важны голдар. Дұрыс. Сол мен топ 3 голым. Қара, қазір ең мықты игрок кім Барсада? Енді тарихта десем, по-любому Мессині таңдайсың. Ол любой адам Месси дейді почти. 99% Месси деп айтса керек. Барселонаның тарихтағы ең мықты. Қазір сен үшін ең мықты игрок кім? Важный, осы игрок Барсада болмаса ойын жоқ дегендей. Жаста болса бас болып жүрген игрок қой. Ямал шығар. Менің өз ойым Ямал. Бірақ енді последнее время андай болып кетті. Шіле Неймардың жолын қуып кішкене кайфовать етіп кеткен сияқты. Бірақ кешегі Мальоркамен ойында зор ойнады мысалы. Сонда да андай өзін бабында да. Өзін сөзін айтты ғой. Өзін сөзін айтады, еркекше істейді да сол сөзінше. Вот мен ойымша Ямал.
Енді көп игроктар, Педри мысалы, Рафиня деуге болады, вот Кубарси заштан ұстап жүрген. Мен өз басым қазір Барселонаға көп үлесін қосып жатқан Ямалдан кейін Педри. Өз ой. Бұрын Месси бар кезде білесің Барселонада әңгіме бар еді. Егер каталониялықтар гол ұрамай ма, допты Мессиға беру керек деген. Қазір сол Ямалға өтті ау деп ойлаймын мен негізі. Ямалға қатты сеніп қойып отыр. Иә, қатты сеніп қойып отыр, бірақ жаста болса бас игрок дейді ғой. Өзіне алып команданы алдыға сүйреп жүрген игрок қой былай қарағанда да. Көбісі айтуы мүмкін Педри, Рафиня деп. Менің өз басым Ямал деп айтамын да. Решфордтан не күтіп жатсың? Енді Решфордтан біраз нәрсе күтіп жатырық қой. Өзі де келе салып не де айтты ғой. Осындай не деші қайтып айтады еді. Пресс-конференцияда осы сезонда 50+ гол соғам деп айтты да ол. Енді соған сеніп отыр. 50 мен оған. 20 гол ұрса, значит мен ойлаймын. Соның өзіне мен деп айтамын, мықты екен. Иә, бәріміз айтамыз. 20 гол надан жетеді Решфорд үшін негізі. Білесің ба, Решфорд шыққан жылы Мбаппе мен тең еді оның уровень. Иә, Юнайтед ойнап жүрген. Ойбай, Мбаппе мен Решфорд деп. Кейін Решфорд қалып кетті да, Холланд орнын алды. Екеуін теңестіре бастады. Енді жақсы игрок қой былай, просто алдында пустой вратаға соғылмай қалмаса. Енді біраз нәрсе күтіп жатырық, мысалы анау Рони Барджидан да ше. Содан да біраз нәрсе күтіп жатырық. Ямалды иногда бүйтіп заменаға шығарып, соны шығарып көруге болады. Мысалы дебютный ойында, дебютный голын соқты мысалы. Тоже жақсы ойыншы. Болады ойнатуға. Уақыт берсе. Если андай болады, Ямал кішкене шіле андай пантоваться етіп, қуып кеткен кезде сол кішкене сабақ болсын деп, сол Барджиді шығару керек сияқты. Сен естіген жоқсың ба? Кім? Решфорд келді ғой. Решфордта сәл бар мынандай пиво анау-мынауға сәл қуады болды. Кейін ол келгеннен кейін мына жақтан Ямал 18-ге толды. Флик братан айтты, жігіттер деді, қысыңдар деді, короче. Түнде вечникаға бару жоқ. Соны запрет етіп қойды бәріне. Мен ойлаймын, сол үшін Флик қазір абыройын мықты сақтап тұр Барселонаны. Сақтап тұр. Енді қара, қазір сенің арманыңдағы игрок Барсада ойнау керек. Қайсы? Қазір ойнап кеткен емес, қазір мысалы осы игрокты алса екен Барселона деп тұрған игрогың кім? Біреу-ақ па? Иә. Көңіліңде қанша болса айта бер мақұл. Біреу деп түсіп біреуін айтайын. Хулиан Альварес. Күшті. Мен ойымша. Барселонаға данный момент керек. Центральный форвард Хулиан Альварес керек сияқты прям. Аш игрок та ол. Көбі күтқан жақсы көреді, гол салған жақсы көреді. Аш игрок та ол. Сондай игрок керек та Барселонаға. Левиңда Рафиняң бар, правиңда Ямалың бар. Береді пас. Жақсы шығарып береді. Зор шығарып. Альварес тік салып тұрса болды. Мен өз басым Альварестің Барселонаға келген қалаймын. Келесі сезонда басты көзді сол Альвареске салу керек сияқты. Барынша алуға тырысу керек сияқты. Бұл уже келесі сезон кететін шығар Левандовский. Иә, биыл соңғысы. Иә, биыл соңғы сезон. Примерно Саудияға барады ғой. Қайқа кетсе де бәрібір кетейін деп тұр ғой Барселонадан. Енді Торрес ол қалады ол. Торрес білесің ба кім болды? Как Реалда Васкес бар ғой? Любой время бір жерге керек болып қалады. Сол, мен ойлаймын, Ферран Торрес ол всегда қалады Барсада. Потому что заменадан біреу керек қой. Былтырда қараған болсаң, заменадан кіреді та, обязательно дың-дың бір нәрсе істейді. Мен күтпеген едім, мен Ферран Торресті вообще футболдан қуу керек деп айтатын едім бұрынша. Мен де тура солай айтатын едім. Басында келген кезде. Қанша моментта жібере салады, қойсаңдаршы деп. Кейін мұны былтыр келді Флик, бір шапалағын берген ау дедім ғой, короче, жақсы ойнады. Кезінде қанша? 60 миллион евроға ма сатып алды? 50 ма? Ба деген мен. Датаво ақшаң көп ба деген ғой Барселонаға. Торресті сатып алатындай. Датаво керек емес деген ғой мен сол кезде. Қара, сен көрген ең важды матч? Үшеуін айтшы. Барселона тарихында. Ең андай азарт болып, жынды болып көрген матчың. Тек өзің көрген,
бүйтіп ұйықтап қалып ертесінде тиктоктан қарап ютуб жоқ, өзің көрген. Топ үш. Үшінші орын мақұл, Барса PSG 6-1. Екінші орын ойлану керек негізі. Көп матч көргім. Вообще Барселона ойындарын қалдырмаймын. Хоть Коварский, хоть андай 1-32 Кубок Испании. Топ 2-ке қайсын қойсақ болады. Топ 3-ке 6-1-ді қойдық. Топ 2-ге ана ойынды қойыншы мен. 90+2-де Месси соғады ғой. Альбаның пасынан кейінше. Серхио Роберто андай правый крайдан до конца центрге дейін әкеліп, Гомешке береді, Гомеш Альбаға береді, Альба Мессиге береді. Тың барып бүйтіп Санчоға бернеуде былай көрсеткенше. Осын топ 2-ге қойын. Сол матч есімде. Түсінде көргем. Прям 90+2-нің 42-де ма, 43-де ма саған есімнен кетпейді. Топ 1 қиын дау екен, Топ 1-ге 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25-тен алатын болсақ, топ 1-ге. Сол, мен ойлаймын Барса мен Ливерпульдің ойындым. Жақсы көргенде, прям мен болды уже біз осы 2019 жылы Лига чемпионовты алып тұрық деп ойлағам. Оны мен де сөйтіп ойлағам. Болды. Ертең ар жақта Аякс или Тоттенхэм қайсы шықса да біз болды жеп қоямыз деп 2019 жылы аламыз. Құдайға бар. Құдайға шүкір болды алып тұрмыз ау деп ойлағам. 3-0 отқан кезде. Вот сол кезде соны топ 1-ге қоятын. Бірақ екінші ойын ауыр болған Энфилдтегі. Енді сұрақ қойыншы сол. Ең ауыр матч сол ма сен үшін? Ең ауыр матч па? Поражениясы, Барсаның ең қатты поражениясы қайсысы сен үшін? Или 8-2 ма? Екі вариант сол. 8-2 и 4-0. Мен 8-2-ге бүйтіп ренжіген жоқпын, бірақ андай ойбай 8-2-ге де ұтылама адам деген сияқты да. Но ол кезде действительно Бавария андай айуан еді. Любой наератын еді. Ал мынау 4-0. Просто анау не дейді, адам жаман сеніп қойды да. Сондай қылып қойды Барса кәдімгідей. Андай бір қызбен сөйлесесің, болды бір аптадан кейін той үйленем деген кезде біреу алып қашады ғой. Сондай болып қалды ғой. Неде бар? Ромамен 4-1. Ойбай 3-0 деген. Олар бірақ ма Ливерпуль қатты ең топ 1 сол Ливерпуль. Бір апта өзіме келе алмағам. Сол 4-0 и алдындағы 3-3 Интер. 4-3 болып отырған кез. Бірақ мен сол 2000 қалай айтсам екен, сол 3-0-ден кейін биылдан қарағанда сол жылы мен қатты сенгем. Лига чемпионатты аламыз болды. Мен де сенгем. Бірінші ойында 3-0 ұтып алғаннан кейін ертең арғы жақта хотя бы 2-0 ұтыл, 2-1 ұтылсаң, 3-1 ұтылсаң болды, финалға өтіп тұрсың ғой. Бірақ гол ұрсаң да болды. Иә. Ол кезде ана гостевой гол важный. Иә, 1,5 голға ма саналатын еді ғой. Сонымен қатты сенгем сол жылы. Біраз нәрсе күттік қой 2019 жылы. Месси бабында еді, Суарес бар еді, Каутиньо да бар еді, мысалы. Бәрі бар еді. Гостях 1 гол салған бар. Давай Барсадан сәл шегінейік та Реалға өтейік. По-любому Реалсыз Барселона бір түрлі болып қалады. Биыл Реалдан не күтіп жатсың? Биыл Реалдан ба? Иә. Реалдан күтемін. Ла Лигада 2-ші орынды күтемін. Лига чемпионатта 1-8-де ұшып кеткеннен күтемін. Жоқ, биылғы составын жаңартты ғой Реал Мадрид. Иә, жаңартты. Әзіл бәрі. Соны не күтіп жатсың на Реалдан? Мбаппесі бар. Бір аргентинский футболист сатып алды. 2007 жылда. Месси деді ғой, көрдің бе? Иә, пресс-конференцияда әлемнің үздік ойыншысы Месси деп. Арнольд алды. Кімді алды дағы? Почти андай философия өзгерді да Реалда қазір. Өзгерді. Сол үшін не күтіп жатсың деген ма? Білмеймін, Реалдың не күтіп отқанын. Главный Барселонамен ойнаған ойындарын бәрінде ұтылып тұрса болды, сол жетеді. Одан артық не күтесің Реалдан? Бір қарсыласыңа жақсы нәрсе ойламайсың ғой бәрібір. Лига чемпионат алсын, Ла Лига алсын деп.
андай что-то Реал биыл мен үшін андай болып тұр. Бір секретный коробка болып тұр да. Оның ішінде не бар екен білмейсің. Сондай болып тұр Реал ше. Не болатынын білмей тұрмын мен қазір. Бүгін сол үшін бүгін матчы бар ғой. Асусуна мен ойнаймын. Соны мен көремін деп тұрмын қазір ше. Әйтпесем бүйтіп Реалдың ойындарын бүйтіп қарамаймын. Ну андай күн андай слишком түнде емес, сағат 9-да 10-да болады, соларды көретін едім. Биыл қазір бүгін көрем. Не ойын көрсетеді екен деп. Сол қызық болып жатыр ма Реал Мадрид ше. Енді саған қара. Мынандай сұрақ. Давай сенің арманыңдағы Барселонаны құрамыз ба? Иә. Сол классика 4-3-3. Енді бүйтейін. 2015-2016 жылғыдан төбеге қарай құрайын. Иә, өзің білесің. Может там Пелені қоясың ба, может там кім Марат, любой, не обязательно ол Барсада ойнау керек. Реал Мадрид болсын, басқасы, любой, может там Асхатты қоясың ба, там өзің ойнайсың ба алда, өзің білесің, короче. Вот, короче, кімді қойсаң қой. Өзім көзіммен көрген ойыншыларды қояйын. Иә. Конкретно андай кезіндегі өтірік андайлар құсап. Левиға Рональдиньо, ортаға Зубасик деген сияқты ондай емес. Конкретно өзім көзіммен көрген ойыншылардан бір состав құрайын. Бірақ вратар ұнаған осы күнге дейін маған. Марк Андре Тер Штеген әлі де ұнайды. Мен ойлаймын ертең травмасына оралғаннан кейін ол бәрібір қайтадан основаны ақ қояды деп. Екі центральный защитник. Екі центральный защитник. Пике, Рамс. Өз-өзімен көргем. Рамостың Эл Классикода қалай ойнайтынын, былай да өзінің Реалда қалай ойнағанын. Пике тоже өзін Барселона жақсы көрсеткен, почти Барселона легендасы. Енді оң жаққа. Оң жаққа. Әсіл Барселонадан ары кете алмай тұрмын ғой менше. Серхио Роберто. Біраз еңбегі сіңген Барселонаға. Сол жаққа? Айту мүмкін, не состав құрап отыр. Жоқ, сен өзің білесің. Мынандай жерге келіп, камераның алдында тұрғаннан кейін кішкене қобалжу болады. Ойыңа ештеңе келмейді просто. Сен біреу ойбай не істейді, сен ол өзің пікірің, ол жаққа өзің білесің, ар жаққа кімді қоясың. Мартинді қойсаң да ешкім саған әңгіме етпейді, өзің білесің ол жаққа. Енді сол жаққа. Сол жаққа? Робертсон. Ливерпульдан. Енді ортада үшеу. 4-3, иә? Ортадағы үшеуін айт. Үшеу, так. Инеста. Қиын болады ма? Сәл андай бар. Инеста Бускетс Хави. Иә, ондай центральныйде ойнайтындар әлі. Бір Педри жақындап жатыр. Иә, Педри келіп жатыр. Неде бар еді? Кросс, Казимиро, Модрич. Соларды бір жақындаған, бірақ иә. Сол үшеу, иә? И енді алға. Правый Месси, левый Каутиньо. Ортаға кімді қойсақ болады? Ортаға сол Луис Суарес дей салайыншы. Тренер кім? Тренер Пеп Гвардиола. Күшті состав. Ертең бүйтіп шығарып қоямыз мына жерге, бүйтіп бәрін составта. Енді қара, Барсадағы андай, қалай айтсам екен, қалай болады қазақшасы? Типа оценкасы төмен саналған игрокты айтшы, үшеу. Үшеу? Иә, бағаланбаған ол. Енді есіме түсті. Бағаланбағанды айтшы. Үш игрок. Барсада бағаланбай кеткен үш игрокты. Так, бағаланбай кеткен Ракетич. Көбісі бағаламаған. Мысалы қазір сон көрдім кеше тиктоктан Prime Valverde или Prime Ракетич десе Prime Valverde дейді. Valverde'нің Prime кезі болған ба деймін да мен. Енді ойнап жүрген игрокпен бұрында ойнап кеткен игрокты қалай салыстырасыңдар деймін да. Екеуінің позициясы былай қарапсаң екі түрлі да. По-любому Ракетич лучше. Ракетич. Так, кім бар тағы? Ракетич,
сол Каутиньо, мысалы Каутиньо соншама ақшаға сатып алып дұрыс позиция берген жоқ. Өзінің позициясында ойнатқан жоқ мысалы. Өзім Каутиньоны айтамын. Енді өзім любимый игрокым болғаннан кейін. Өкінемін да просто. Қала беру керек еді Ливерпульде. Соны дұрыс не істемеді, бағаламады. И дағы бағаланбаған кім? Негізі Барселона всегда игроктарды бағалайды. Кімді бағаламады? Жоқ, мысалы, кетіп қалғандары бар ғой, мынау жалко кетті деген сияқты ғой, типа. Сондайларды айтып жатсыз. Бағаламай кетіп қалдық. Енді мысалы оны бағалаған кезде оны алып қалатын еді да Барселона. Жоқ, бағалаған кездері болды, бірақ алып қаламай қалған кездері бар ғой. Соларды айтсам болады шығар? Иә, болады. Мысалы, Джо Кансело. Правидада, левидада ойнап жүрді. Мысалы, өзі де айтты, Барселонада қалғым келеді, кеткім келмейді деп. Бірақ соны алып қаламады Барселона. Вот Джо Кансело, Ракетич. Көп қой негізі. Мысалы, Люк де Йонг та ойнап берді, мысалы, Кесе дегендер бар ғой, Мартинес мысалы ше осылай. Жақсы ойнап жүріп, арендаға келіп, дальше келесі сезонда алып қаламаған кездер бар осындай игроктар. Енді қара, қай игрок сен арманыңды қалып кетті Барселонаға келе алмаған? Арманымда қалып кетті. Осы игрокты Барсада көргім келеді деген бүкіл уақытта ойнап кеткен. Бүкіл уақытта ойнап кеткен. Бір игрок, е? Иә. Барселонада көргім келген. И не үшін екенді айт? Қиын сұрақ. Бұған қалай жауап берсек болады екен? Мынау игрок керек. Негізі біраз игрок керек болды ғой Барселонаға. Енді нақты бір игрок айту керек болса. Сен арманың ол керек, любой командаға керек ол. Просто сен мысалы бір любимчик болады ғой, басқа командада ойнайды, бірақ сен Барсада көргің келді оны. Барсада көргім. Кімді айтсам болады? Мен мысалы Рамосты қалаған едім. Рамосты ма? Мысалы сіз де? Иә. Рамос ойнаса екен деп Барсада. Ну, ол невозможно еді. Потому что ол Реалда ойнаған. Мен Барселонада керек болды деген білмеймін мен ондай. Біраз игрок керек болды, бірақ нақты нау деп айтамаймын ше. Қазір именно ойыма түспей тұрды андай кезде. Бірақ Каутиньоны ойнату керек дәл өкінем мысалы. Я, достар, сонымен уақытымыз бітті. Подкастымыз соңына жетті. Егер сіздердің арманыңыздағы команда болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Лайк, подписка, қолдап кетіңіздер. Бұл жігіт енді шығып жатқан. Біз де енді шығып жатырмыз ғой. Просто енді өзіміз әрекет жасап, андай ешқандай студия емес, ешқандай камера емес, айфонмен түсіріп жатырмыз. 2 камера тұр мына жерде. И бізде спонсор Leon Barbershop. Leon Barbershop болмаса бізде студияда болмайды. И подкастта болмайтын еді. Сол, рахмет Leon Barbershopқа, саған да рахмет. Қош келдің. Бір нәрсе айтайын достар. Мен бұндай нәрсеге бірінші рет түсіп жатырмын. Мен негізі ойымда біраз нәрсе болды, бірақ біразын айта алмадым. Мына жерде камералар қарап тұрғаннан кейін кішкене қобалжу болады. Қатты сөкпеңіздер, түсіністікпен қараңыздар. Вот, мен бар айтарым. Барынша сізден Құдай қалса, әлі түсіреміз сен. Түсіреміз. Мен де енді шығып жатырмын. Қалай өзің жалпы? Бірінші рет па сонда подкастқа түсу? Иә, бірінші рет. Алғашқысы. Құдай қалса, бұл видеоны көргеннен кейін де басқа жақтар шақыратын шығар деп қоясың ба? Иә, Құдай қалса. Подкаст жақсы болды, қызық болды. Рахмет сізге шақырғаныңызға. Leon Barbershop біздің спонсорымыз болса, бұған да рахмет. Осындай жайлы жер беріп отқанына, артында осындай фон беріп отқанына, мынандай керемет суларын беріп отқанына сізге рахмет шақырғаныңызға. Болды. Барселонаға сәттілік. Сәттілік. Главный осылы ешқандай кубок керек емес, тек элші керек. Болды. Бисмилlah.